Қазіргі зет ұрпаққа шешендік өнер керек пе? Шешендік өнер бар ма? Дәстүр сабақтастық үзілді. Шешен болу үшін көп оқу керек, көп тоқу керек, көп іздену керек. Менің бойымда көшбасшылық қасиет қалыптасты. Ақын болып туады, шешен болып шығады. Жастарымыз ата-бабаның сөзін қаншалықты бойына сіңіріп жүр. Тесі жоқ адам бар ғой, никогда шешен бола алмайды. Шешендік сөздерді 22 ғасырға жалғайтын ұрпақ осылар. Оқудан, ізденуден, ғылымнан ажыраған елдің келешегі болмайды. Қалағандарыңда сөз болса, мен жырлауға да құмармын. Шешендік өнер ата-бабамыздан мирас болған асыл қазына. Ал бүгінгі қоғамда оның орны қандай? Жастарымыз ата-бабаның сөзін қаншалықты бойына сіңіріп жүр. Бүгінгі бағдарламамызда біз осы сауалдар төңірегінде сөз қозғаймыз. Қайырлы кеш, эфирде көреміз шоу, сіздермен Меруерт Бауыржанқызы. Алдымен бейнесюжетке зер салсақ. Біз қазақ мал баққан елміз. Ешкімге соқтықпай, жай жатқан елміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзасына жылқының қылын таққан елміз. Бұл аталы сөзді білмейтін қазақ кемдегем. Қазыбек бидің жоңғар қонтайшысына айтқан аталы шешендік сөзі жай ғана әдемі сөз емес. Қазақ халқының тағдырын шешкен тарихи оқиға. Үш би Асан Қайғы, Жиренше Шешен, Майқы би сынды тұлғалар сөз құдіреті арқылы халықты басқарып, ел арасындағы дауды шешкен. Қазақтың бұрынғы соты да, дипломаты да, ақылшысы да шешендер еді. Ал қазіргі қоғамда олардың болмысы қандай? Бұрынғы шешен, бүгінгі дипломат па? Әлде шешен сөз өнерінің бүгінгі кейпі суырып салма, айтысқа алмасты ма? Шұбырып 20 шайыр нағып жүрміз. Азат елдің намысын шыңдамасақ. Алла берген қазаққа азаттықты жағымыз қарысқанша жырламасақ айқай-ақау. Бәлкім халық ағылып баратын заманауи тренингтегі ораторлар бүгінгі шешендердің ізбасарлары болар. Бір нәрсеге ұмтылып өмірде бір тұлға болып қалыптасқысы келетін адамға міндетті түрде сөйлеу өнерін білуі қажет. Екен, бақытты болудың, білім болу үшін, денсау болу үшін, эмоцияң жақсы болу үшін, табысың жоғары болу үшін, өмірдің мәнін табу үшін білім керек. Екіншісі эмоция екен. Эмоция болу үшін не керек? Көңіл күй. Қазақ хандығының діңгегіне айналған шешендік өнер мүлде жойылып кетті ме? Оның бүгінгі болмысы қандай? Қазіргі зет ұрпаққа шешендік өнер керек пе? Бүгін көреміз. Ендеше тақырыбымызды тарқату үшін студиямызға шешендік өнерді зерттеуші Мамай Ахетті шақырайық, қошеметтеріңіз. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Қош келдіңіз. Саламатсыздар. Енді бүгінгі тақырыпқа бірден тоқталсақ, шешендік өнер дегеніміз не? Қарапайым тілмен түсіндіріп берсеңіз. Шешендік өнер деген бұл белгілі бір сөзді ойдан шығарып, оны екі кезеңнен тұратын синкретті өнердің түрі. Бұл өнердің мына сәулет өнері секілді, мынау сөз өнерінің ішіндегі ойды қортып, соны көркем жеткізудің өнері. Яғни алдымен оны ойлап шығару, және соны көпшіліктің алдында орындап берудің өнері. Енді осы саланы өзіңіз зерттейтін маман екенсіз. Қанша жыл болды зерттеп жүргеніңізге? Зерттегеніме 20 жылдың ар жағы болды. Өйткені 2003 жылы әуезов драматургиясындағы шешендік дәстүр деген тақырыпта мен кандидаттық диссертация қорғадым. Оны маған филология ғылымдарының доктор Бақытжан Майтанов және сол кезеңдегі мынау осы кафедраның меңгерушісі болған қазақтың ұлы ұстаздарының бірі Зейнолла Қабдоловтар беріп еді осы тақырыпта. Өйткені мен мынау заң университетінде сол жерде заңгерлерге шешендік өнер деген тақырыпта дәріс оқу керек болды. Мен кәсіби түрде өткен ғасырдың сол 90-шы жылдардың ортасынан бастап айналыстым десем. Жақсы. Бүгінгі таңда, қазіргі заманда шешендік өнер бар ма? Қай салада бар болса? Шешендік өнер бар. Мәселе шешендік өнер дегенде шешендік дәстүр деген болады. Сократтың айтатын сөзі бар. Сөйлеші, кім екеніңді көрейін дейді. Кез келген адамның ішкі мән мазмұны оның сөйлеу бір ауыз тіл қатқанынан білінеді. Яғни ендігі бір мәселе белгілі бір саяси жағдайларға байланысты. Біз үлкен одақтың ішіндегі бір шағын ғана бөлшегі болғандықтан белгілі бір
мына өзі елдің алдына шығып сөйлеудің 5 түрі болады. Ол саяси тақырыпқа сөйлеу, екінші той томалақтағы оны Ахмет Байтұрсынов қошемет шешен сөз деген, үшіншісі мынау академиялық сипаттағы дәріс үлгісіндегі білімір шешен сөз, одан кейін соттағы мынау ақтаушы мен айыптаушының адвокат пен прокурордың сөздері, және соңғысы діни тақырыптағы уағыз деген. Міне осылардың көпшілігі біздің қазақ аудиториясында қазақ тілінде қолданыстан шығып қалуына байланысты дәстүр сабақтастығы үзілді. Бірақ тәуелсіздік алуымызға байланысты, қазақ тілінің мынау қоғамдағы орнына байланысты, соған қоғамның сұранысына қарай қазір осы дәстүр қайтадан пайда болды. Жаңғырып келеді ғой. Шәкәрімнің айтатыны бар. Сөз Құдайдан шыққан бу дейді. Бұл жаратушымен байланысты мәселе, сөйлеудің өзі, ауызекі сөйлеу. Сондықтан шешендік өнер белгілі бір халық бар десек, оның міндетті түрде керемет сөйлейтін, ойын анық жеткізе алатын, елдің алдына шығып, көптің көкейіндегіні айта алатын осындай азаматтар болса, демек шешендік өнер бар деген сөз. Бүгінгі таңда енді кімдерді шешен деп айта аламыз? Ел аузында жүрген, ел алдында жүрген азаматтардан. Ел аузында жүрген кеше дүниеден озған кезінде Әбіш Кекілбаевты, академик Серік Қирабаев, Әбіш кешегі ұлы билердің соңы деген сөзді айтты. Әбіш Кекілбаев мына тәуелсіздік кезіндегі қазақтың мынау руханиятындағы қазақ мемлекеттілігіндегі осындай ерекше шешен адамдардың бірі болды. Екінші бір мен айтар едім, шешен адам ол да дүниеден озды, академик Салық Зиманов. Енді Зейнолла Қабдоловтарда, тағысын тағы азаматтарда қазірде бар арамызда белгілі бір дәрежеде шешендер. Айталық, мен айтар едім, мынау Берік Жүсіп деген қазіргі үлкен фольклор танушы ғалымымыз бар. Сонымен қатар бүкіл қазақтың сан ғасырлық жыр өнерін бойына сіңірген. Осы Берік Жүсіп, Ерлан Төлеутай деген азамат бар. Белгілі бір дәрежеде ол да ойын анық көпшілікке таратып жеткізіп алып жүрген. Бақыт Жағыпар деген азамат бар қазақ радиосындағы. Міне осындай азаматтар бар, жоқ емеспіз. Жақсы, енді Кәмінұр Тәлімұлы, қалай ойлайсыз, бүгінде мына асабаларды, айтыскер ақындарды осы шешендік өнерге жатқыза аламыз ба, осы шешендерге? Енді оларды сол шешендік өнердің элементі болмаса, табиғатта жағы шешендік болмаса, олар айтыскер ақын бола алмас еді, біріншіден. Екіншіден, оларда топ алдында топ бастап тойды сөйлеу деген оңай емес. Ол не бір шешендер отыр, не бір сөз ұстаған, не бір көсемде тұр, солардың көңілден шығып, жалпы отырған 300 адам ба, 400 адам соның алдынан шығып сөйлеу, оған үлкен біраз дайындық керек, біраз қабілет, талант керек. Соттан да тақыр жерге шөп шықпайтын секілді, ол бойында, өн бойында түгі жоқ адам өге шыға алмайды да, шықпайды. Шешен болу үшін көп оқу керек, көп тоқу керек, көп іздену керек, ескіні, көнені білу керек. Шешен болу үшін табиғи дарын болу керек деп жатырсыз ғой. Енді ортамызда Үкілай Бестай ханым отыр. Осы ораторлық курстан сабақ өткізесіз, айтыңызшы, сонда сіздерге кімдер келеді? Мәселен, ондай қабілеті, дарыны жоқ жандарды үйретуге бола ма шешендік өнерге? Негізі мен өз басым келген әрбір оқушыға айтамын. Адам өзінің қабілеттерін ашқан кезде, табиғи дауысын тапқан кезде, оның шешендік қабілеті ашылады деп. Өйткені менде сөз шеберлігі курсын оқығым келеді деп келетіндер бар, бірақ тіліндегі мүкісіне байланысты ол ешқашан еркін сөйлеп кете алмайды. Өйткені біріншіден елдің алдына шығып сөйлеу үшін сенімділік керек. Және тілің таза болу керек, дем қалыптасу керек, ауқым керек. Соның барлығын игеру үшін алдымен сахна тілдің техникасымен дауыс қойып, одан кейін барып сөз шеберлігі курсын өткіземін деп, сондай талап қоямын. Өйткені мен өзімнің әрбір бастаған ісімнің нәтижесін көргім келеді. Бірінші дауысыңызды ретке келтіреміз, табиғи дауысыңызды табамыз, одан кейін барып сіздің әрбір қазақтың бойында бар сөзге шешендік деген. Тек оның көзін тауып аша білу керек. Енді бұл жерде жаннан шығару менен біреудің шешендік сөздерін халыққа жеткізу меніңше екі түрлі нәрсе сияқты. Менде бұрын мынандай бір мына кісінің несінен ойыма түсіп жатыр. Осы Балғынбек Имашевтар Талдықорғанға келіп, мен ол кезде Талдықорғанда жұмыс істеп жүрмін. Балаларды жинап ақын қылам деді. Жас балдарды. Сосын мен Балғынбекке сол кезде айтқам, сен мені ақын қыла аласың ба деп, мысал үшін. Мен қазір сізге барайын, сіз мені ақын қыла аласыз ба деп сұрақ қойғам.
қылам дегендей не қылды, әңгіме айтты. Бірақ менің өзімнің ойымда адамның табиғи Алладан берілген қасиет болмаса, меніңше шешен болу да, ақын болу да меніңше ол басқа өнер сияқты. Ал ол әңгімелерді оқу арқылы, тоқу арқылы, білім арқылы оны қолданып, халыққа жеткізу ол мүлдем басқа нәрсе. Мен солай ойлаймын. Қоса кеткім келіп отыр. Біз енді, мен әдетте студенттерге былай деймін. Ақын болып туады, шешен болып шығады. Оны мен өзім айтқан жоқпын. Енді кімнің пікір екенін де қазір ұмытып отырмын. Егер де біз ол қанмен ғана беріледі, бір текпен беріледі дейтін болсақ, онда біз ойлаймыз ғой, менің қолымнан келмейді. Қазіргі заманда біз бәріне үйренуге болады деп айтамыз. Ақындыққа да, жазушылыққа да, шешендікке де. Бірақ оның түбінде жаңа ағамыз жақсы айтты. Мазмұн болу керек. Білім болу керек, жинаған қор болу керек. Әрине замандасымыз жақсы айтып отыр, техникасын үйретуге болады. Бірақ сіз техникасын үйрендіңіз, ал не айтасыз? Сізде багаж жоқ, қор жоқ. Қоржыныңызда ешқандай арқалаған, жинаған мәліметіңіз жоқ, не айтасыз? Егер де адамда қор болған уақытта, мазмұн болғанда, жиған тергені болған уақытта техниканы игеруге болады. Біз көбінесе қазір соны шатастырып жүрміз. Бірінші мен сахнаға қалай шығам, қалай қорқынышымды жеңем, елге қалай жұртқа назарын аудартам деген нәрсені бірінші кезекке қойдық. Ал не айтам дегенді өкінішке қарай бір қосып кететін бір мәселе бар. айтамай жүрміз. Мынау барлық заманда риториканың теоретиктерінде басын қатырған мәселе осы болған. Адам туа бітті бола ма, жоқ жасауға бола ма деген. Бізде де осындай мәселе болған. Қанмен берілетін кез келген адамдардың спортқа, тағы басқа бейімділігі секілді ауызекі сөйлеуге бейім болып туатын балалар болады. Ол мысалға Әжібайдың сарысы дегендер, мысалға Шорман атақта шешен 12-13 жастарында елдің мәселелерін шешкен. Одан кейін мына әлгі Қаракөктің тұқымы деп келетін кімнің тұқымдары атақты Қаз дауысты Қазыбектің арғы бабаларынан бастап барлығы. Осындай бұл генетикалық бір қасиеттер болады. Баланың обастан бейімділігі, соны ортасы бірден байқайды да, осындайларды баптап, осының би деген атақты беру үшін батасын алып, пәленшенің батасын алып келді. Түгеншенің жас күнінен бастап сондай орталарға салып, ана құймағұлақ кезінде соны үлкен болашақта үлкен аламандарға дайындайтын болған. Екінші бір мәселе, өсе келе міндетті түрде өзінің жаңағы жағдаяттық бір адамдар, шешендер пайда болады. Ол не дегенде міндетті түрде өзінің қызмет бабына байланысты, немесе белгілі бір жетістіктеріне байланысты өзінің сонысын өзінен артық кім біледі? Соны көпшілікке түсіндіріп беретін осындай адамдар міндетті түрде шешен болуға тиіс. Қазақтың көре-көре көсем боласын, сөйлей-сөйлей шешен боласын. Әлгі Джобстар жетіскеннен елдің алдына шығып, ана телефонын түсіндіріп кеткен жоқ. Өйткені одан артық оны түсіндіріп бере алатын басқа адам жоқ. Дәл сол секілді бізде де қазір осы бір кішкене пайда болып келе жатыр. Мына жұрттың қазақ тіліндегі барлық салалардағы ауызекі сөйлеу дәстүрі. Әлі де болса баяу дей тұрғанмен, бұл жерде жаңағы бұл үлкен мәселе. Жастайынан танып, соны бейімдеу деген. Мектеп оқушылары шешендік өнер жайлы қаншалықты жақсы білет. Бұл өнерді тереңірек меңгеруге арналған арнайы курстар бар ма? Жарнамадан соң жалғастырамыз. Қазіргі таңда шешендік өнер дамымай қалды десек, ол қате болар еді. Өйткені бүгінде бұл өнерге арналған арнайы курс бар, әрі ол тұрақты түрде жүргізіліп келеді. Толығырақ танысу үшін экранға назар аударайық. Аш туы астында күн сөнгенше сөнбейміз, енді ашты ешкімнің қорлығына бермейміз. Бұл Абай атындағы мектептің 11-ші сынып оқушылары. Олар шешендік өнер сабағын күнделікті алаш ұранымен бастайды. Жас түлектер ұмыт болған өнерді қайта жаңғыртуды мақсат еткен. Мен шешендік сөздерді тек қана жаттап қоймай, оны насихаттауды жаңа айтып кеткендей үлгетемін. Мәселен, көптеген отбасымен болатын жиындарда, отырыстарда шешендік сөз айтып, оның қорытындысын айтып, өзімнің отбасыммен бөлісемін. Тіпті отбасым бұған риза болып, менің болашақта тағы да осындай жиындарда сөйлеткізеді. 7-11 сынып оқушылары шешендік өнер сабағынан түйгеніміз көп дейді. Ал ұстаздары болса, бұл пән әрбір білім ордасында оқытылса екен деген ниетте. Бұл пән бір сөзбен айтқан кезде білімді, тәрбиелі, арлы, адал, мемлекетшіл азамат
жан жақты дамыған көшбасшы тұлғаларды қалыптастырады. Бұл оқу бағдарламасының басты мақсаты сөз таным, мәдени таным, тарихи таным, тұлға таным қатарлы көптеген танымдық және іс-әрекеттерді үйлестіре отырып, оқушылардың бойында сауатты сөйлейтін, сауатты жазатын, өз ойын анық, оңық дәл жеткізетін және тұлға ретінде мемлекетке, халыққа қызмет ететін оқушыларды дайындайды. Бұл пәннің басты мақсаты осы. Ендеше студиямызға шешендік өнер пәнінің оқытушысы Жарқын Сәленұлын шақырамын. Қошеметтеріңіз. Жарқын аға, сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Өзіңізбен арнайы оқулықтар алып кепсіз. Осы оқулықтар бойынша оқытасыздар ма? Бұл бойынша бар, және өзіміздің өнімде бар арасында нәтижені көрсету үшін не деген сияқты бірге алып келгенім ғой. Жақсы, ендеше бұл пәнге тоқталайықшы. Қай сыныптар арасында өткізіледі және бүкіл мектеп бағдарламасында бар ма? Әлде бұл арнайы мектепте бар? Абай атындағы республикалық мектеп интернатында 2018 жылдан бері осы шешендік сөз өнері пәнінен дәріс берем. Биылдан бастап мектептің атауы Абай ұлттық мектебі болып ауысқанын қуанышпен жариялап қояйын. Енді осы Абай ұлттық мектебінде 7-11 сыныпқа арналған шешендік өнер пәнінің оқу бағдарламасын профессор, ездігін профессор Береке Жұмақаева апаймен бірге жасадық. Біздің мақсатымыз шешендік деген өнердің, қасиетті өнердің, бекзада өнердің қадір қасиетін мен мән маңызын әрбір оқушыға тереңінен түсіндіріп отырып, тұлға ретінде қалыптастыру. Біздің қоғамда қазіргі көпшіліктің арасында қалыптасқан бір жаңсақ пікір бар. Шешен десе, бір әдемі сөйлейтін, жаттап алған мақал мәтелмен өлеңді айтып беретін, той алдында шығып той басқаратын адамдарды о шешен екен деп жатады. Бірақ шешендік академик Зейнолла Қабдоловтың сөзімен айтсақ, шексіз білімнен, терең ойдан асқан парасаттан туады дейді. Немесе осы шешендік зерттеген Серік Негейім ағамыз айтады, шешендік біліктілікпен, білгірліктен, терең ойдан, санадағы саңлақтықпен, ұшқыр қиялдан туындайды дейді. Демек шешендік қалыптастыру үшін өте үлкен уақыт керек, күш қуат керек, ізденіс керек. Бағана студияның сыртында отырып сіздер талқылап жатқан тақырыпты құлағым шалып, зерттеуші Балтабай Адамбайдың бір сөзі есіме түсті. Шешендік дейді, көп оқып, көкейге тоқып, жалықпай жаттығу арқылы қол жеткізетін өнер дейді. Яғни қанмен де келеді. Сондай-ақ дамыту арқылы. Бұған енді әлемдік деңгейдегі шешендердің өмірінде де бар. Қателеспесем, Демаспонның мысалында осындай бар. Әлемге әйгілі шешен болам деген. Бірақ бір нәрсені шатастырмауымыз керек. Шешендік өнер, жаңағы ораторлық курстар, дебаттық сайыстардан барлығынан шешендік өнердің ерекшелігі оның ақыл парасатының, білімінің, терең ойымен, ұшқыр ойлықтың қажет кезінде қажет сөзді онықты, нақты дәл жеткізуінде және әр тұлғаның бойында шешенге тән қасиеттер, әділдік, шыншылдық, батылдық, жігерлілік, сенім, тағы басқа қасиеттердің бәрі топтастырылған тұлға болу. Енді осы пән мектеп бағдарламасына енгізгелі бері қандай да бір нәтижесін көріп жатырсыздар ма? Әрине, нәтижесі жақсы. Бүгін студияға нәтижесі ретінде, мына сарапшы ретінде келіп отырған Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеулер университетінің бірінші курс студенті IT саласын таңдаған Әли Мұхтарұлы келіп отыр. 8-9 сыныпта шешендік өнер пәнінен дәріс сабақ алды, Абай мектебінде оқыды. 10 сыныпта өзінің туған жері Аягөзге барды. Сол 10 сыныпта оқып жүрген кезде Аягөз Ділмар шешендік өнер үйірмесін құрып, аудандық деңгейде 20-дай оқушыға дәріс беріп, өзі оқушы 10 сыныпта облыстық деңгейде Ділмар шешендік өнер байқауын өткізіп, сол жерде дайындаған шәкірті өткен жылы біздің Абай мектебінде өткен, биыл өткен 6-шы республикалық Ділмар шешендік өнер байқауының бірінші орын иегері болды. Ендеше Әлимен де танысайықшы. Әли, жасыңыз нешеде? Жасым қазір 18 жастамын. Ал бұл Ділмар үйірмесін ашқан. Енді IT саласының маман деп таныстырып жатырмыз ғой. Енді IT десе сөзге шоршақ. Тек қана компьютерге берілген осындай адамдар елестейді. Шешендік өнер қалай, несімен қызықтырды сізді? Жалпы бұл шешендік өнерді осы Ділмар үйірмесінен бастап алып тәлім алдық. Одан кейін 16 жаста және Жарқын мұғалім айтып кеткендей Аягөзге барып өзіміздің жеке үйірмені аштық. Енді бұл жерде қазір көбінесе қоғамда шатасатын дүние қалай шешен боламын, қалай тез бай боламын, қалай лидер боламын дейді. Негізі әсте сұрақты дұрыс емес. Не үшін деген сұрақты қойсақ, біз мәселенің мәнін табатын сияқтымыз. Сондықтан не үшін шешендік өнер деген кезде жәнегі біз шатастырып жатқан ораторлық болмаса дауысты дұрыстап қою деген нәрселердің бәрі өзі қашып кететін сияқты. Ал шешендік өнер дегеніміз нағыз бір мәселені не болмаса бір тұтастай ұлттың тағдырын шешетін бір өнер деп айтса болады. Курсымызға қызығып жатқандар көп пе? Курстан көрі үйірме деген дұрыс болар. Бұған көбінесе қазір аудандағы үйірме оқушылар қатысып жатыр. Көбінесе бұл ақылы ма?
Жоқ, ақылы емес, тегін жұмыс жасап тұр. Иә. Мысалы, ол мектепте тек қана шешендік өнер үйірмесін ашқан, ол үйірмедегі балаларға әсер еткен жоқ. Bir күні маған мынадай бір хат келді, сол мектептегі мұғалімнен. Біздің мектепте үйірме ашылған жақсы болды. Қазір мессенджерлер арқылы ұстаздар хат алмасқан кезде тіпті әр әріпті, әр өтірді дұрыс қоятын болды дейді. Демек, бұл үйірме тек қана оқушыларға ғана емес, үлкен тұтастай мекемеге де әсер етті. Жақсы, қуаныштымыз, ел игілігіне қызмет етсін. Шешендік нәрсе сенің кісілігіңді білдіретін ғылым. Мысалы, сен адам болып өмірде жүре беруге болады, пенде болып жүре беруге болады. Бағанағы кімнің Мәкеңнің айтқан сөзіндей, сөйлеш, сенің кім екеніңді білейін, көрейін деген сияқты. Сөз, шешендік деген ол логика, ол қисын, ол ақыл, парасат. Және адам сөзіне қарап өзінде түзейді. Сөзіне қарап ортасында түзейді. Өнен көй, мысалы, мен өзімнің басымнан өткен бір оқиғаны айтайын. Мен 4-ші сыныпқа дейін, 5-ші сыныпқа дейін екі адам бас қосылған жерде сөйлей бастасам, көзімнен жасым моншақтап аға жөнеледі, көзімнен жас аға бастайды. Кеңірдегіме бірдеңе кептеліп қалады. Айтайын деген ойымды айта алмай, жеткізейін деген нәрсені жеткізе алмай, жұрттың алдында мазаққа қалдым ау, күлкіге қалдым ау деген бір намыс бойымды кернейтін еді. Соны бұл қалай құтылсам деп жүрдім. Сөйтіп едім, менің әкем маған шешем бол деген жоқ, басқа істеген жоқ. Маған кітап оқуды өзі бастап үйретті. Кітап оқып берді, кітап бастап, 4-ші сыныпта бастап кітап оқыдым. Сол 7-ші, 8-ші сыныпқа дейін жаңағы мендегі үрейде жоғалды, қорқыныштар жоғалды. Енді сөйлей бастасам, ана жағымнан лықсып келе бастайды. Бұл айтқанда кеңірдегімде сөздер кептеліске тұрады. Мен шығам, алдымен мен шығам деп. Себебі бұл шешендікке жетілу, шешен болып сөйлеу сенің алған біліміңмен, оқыған кітабыңа, естіген қиса дастандарыңа, сен қанша көп нәрсені игерсең, кейін сол өзіңнің ішіңде, жүрегіңде қорытылып, сенің шешендігің болып, білімділігің болып шығады екен да. Нәукең сөзін жалғастырайыншы. Абай айтады, туғанда дүние есігін ашады өлең, өлеңмен жер қойнына кірер денең деп. Бұл сөзбен деген сөз ғой. Бұғанда сенің сөз қарсы алады. Қалған өмірдің барлық жеріндегі мынау әрекетіңіз осы тіл арқылы, сөз арқылы, ауыз екі сөзбен ғана. Жазбау ол екінші мәселе. Құда күтсеңіз де, бата берсеңіз де, барлық деңгейде сізбен бірге өзіңізді алып жүретін осы сөз, онда да осы шешендік өнер ауыз екі сөз. Шешендік сөз және шешендік өнер деген екі ұғымды мен өзім былай топшалаймын да, екеуінің ара жігін ажырату керек сияқты. Алдымен мен балаларды дайындаған кезде бірінші шешендік сөзді жаттатам. Жаңа сіздер айтып жатсыздар ғой, оның арғы жағында еш нәрсе болмаса бала не сөйлейді. Осы тұста ішінде еш нәрсе жоқ. Бала тек өз өнерім деп, жаңағы сіздер айтып жатқан асаба немесе басқа өз жанымыздан шықты, әдемі сөйледім деген дүниеге ғана ойысып кететін секілді. Сондықтан менің тәжірибемде бірінші балаға жаңағы Мөңке бидің сөзі, Қазыбектің сөзі, Әйтеке бидің сөзі деген секілді сөздерді жаттата келіп, оны қай кезде қалай орынды пайдалану керек, осы тұста жұмыс жасаймыз. Оның барлығы Жарқын Сәленұлының бағдарламасында құрылған. Яғни бірінші теориялық білім, содан кейін практикалық білім. Мысалға Әнет бабаның сөзі бар ғой, 3 арсыз, үй қарсыз, тамақ арсыз және күлкі арсыз. Оны міндетті емес, бала жүрген жерінде Әнет баба былай деп айтты деп айтып жүру, ол міндетті емес. Яғни осы Әнет бабаның сөзін үнемі санасына сіңіріп, өмірінде қолдану ол шешендік өнер деп білем. 21 ғасырдың шешені кім? Шешен адам қандай болуы керек? Жарнамадан соң жалғастырамыз. Еуразия бірінші арнасы қосылу болсын. Олар республикалық байқауда шешендік өнерден жүлделі орынға ие болған жас өрендер. Ең қызығы, олар тек қазақ тілінде ғана емес, ағылшын тілінде де шешендік сөз айтып, көпшілікті тәнті еткен. Жас шешендермен танысу үшін алдымен экранға назар аударайық. Шешендік өнер пәні бізге 8-ші сыныптан бері өтіліп келеді. Болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз де Бабай Құнанбай айтпақшы, біздің мақсатымыз барлығымыз сайрап шешен болып кету емес, осы шешендік өнер арқылы халыққа қызмет ету, осы шешендік өнерді жеткен кезде қазіргі халық арасында дамыту. Білімді де не пайда, білгені көпке айтпаса, үйреткеніне не пайда, қайырымы қайтпаса деп Ахмет Байтұрсынұлы айтпақшы. Біздің білгенімізді өзге мектептердегі оқушылар да біліп, олардың білген дүниесін біз де біліп, осындай бір-бірімізбен ақпарат алмасып, шешендік өнерді бір жаңа деңгейге көтерсек дейміз. Ендеше студиямызға Гүлшат Доскен қызы мен Айсымбат Талқыбек қызын шақырайық, қошеметтеріңіз.
Сәлем қыздар, қош келдіңдер. Армысыздар? Өздеріңмен жақынырақ танысайық, нешінші сыныпта оқисыздар? Баршаңызға қайырлы күн. Мен Абай ұлттық мектебінің 11 сынып оқушысымын. Атым Гүлшат Тоскенқызы. Армысыздар, мен 10-шы А сынып оқушысы Айсымбат Тақылбекқызы. Барлығыңызға қайырлы кеш. Шешендік өнер мектебіне қатысып жүргендеріңізге қанша болды? Осы мектеп негізі 8 сыныптан бері қабылдайды Абай ұлттық мектебім. 8 сыныпқа келгеннен бері ағайдың бірінші сабағы болды, шешендік сөз өнер пәні. Осы сабаққа келген кезде ағайға қарап тұрып, мен Ділмар үйірмесіне кірем деген мақсат қойдым. Сонымен арада ұзақ ай өтпей, 1-2 айдың көлемінде шешендік сөздер жаттау арқылы, өзімді дамыту арқылы Ділмар үйірмесіне кірдім. Негізі болашақта қай саланы таңдайсыздар? Қай саланың маманы болғыларыңыз келеді? Ол шешендік өнермен байланысты ма? Мен болашақта халықаралық қатынастар бағытында оқуға түскім келеді. Яғни бұл жерде мен шешендік өнерді ары қарай ағылшын тілінде насихаттауды көздеп отырмын. Яғни өзге де елдерге, жұрттарға осы тек қазақ ішінде ғана емес, өзге де халықтарға осы шешендік өнерді насихаттауды мақсат тұттым. Сіз сонда қазір ағылшын тілінде, шешендік өнерді насихаттап жүрсіз бе? Әрине, оған мысал мен... Қиын емес па, енді сөзін қалай жеткізесіз? Аудармасы қиын шығар, Әлбетте басында қиыншылықтар болды, дегенмен егер бір тілді шынайы сүйсең, яғни махаббатың болса, оған қоса шешендік өнерге деген қызығушылығың болса, онда істің қиыны жоқ. Қыздар, сіздер осы күнделікті өмірде қолданасыздар ма, және сіздердің қатарластарыңыз, басқа мектеп, сіздер мектептеріңіз түсінікті. Қаланың ортасына шыққанда өзге замандастарыңыз қалай қабылдайды? Біз айтып жатады, бір аталар сияқты сөйлемеші, апалар сияқты сөйлемеші, түсінбей жатады, шешендік сөз тұрмақ, жай сөзді түсінбейді ғой қазір. Орысша сөйлейді. Өте жақсы сұрақ. Әрине керек кезде қолда жазамыз. Кімде-кім жаман болса, замандастарының бәрі виноват деп Абай Құнанбай айтады. Қоғамға шыққан кезде сөзді бұзатын, яғни сөзге орыс тілін араластырып сөйлейтін адамдар да бар. Оның қатарына әрине өзіміз де жатамыз. Кейде енді 100% қазақша сөйлейміз деп айтпаймыз ғой. Сөздің арасына кетіп қалады. Сондай уақыттарда жанымыздағы жолдастарымыз біздің ойымызда, көкейімізде тұрған сөз жаңағы жағдаятқа сай келетін болса, міндетті түрде айтамыз. Бұл жердегі мақсат білгенімізді көрсетіп қалу, жаттағанымызды айтып қалу емес, тек қана сол сөз арқылы қоғамға, қасымыздағы жолдастарымызға әсер ету. Біз әдетте бір шоу ретінде қараймыз да, шешендік өнерді жаттату сайыс ретінде, бірақ күнделікті өмірімізге бойымызға сіңе қойған жоқ-ау деп ойлаймын. Бір жақсы мысал айтайыншы, оқушының мысалын. Бір күні ауылға кетіп бара жатқан кезде қоғамдық көлікте телефон жоғалып қалады, бір оқушы баланың. Содан әлгі лар шу болып қайда кетті деп елдің бәрінің мазасын алады. Сонда біздің мектептің оқушысы барып, ай бауырым, иығынан қағып тұрып айтты дейді. Қорқыт атам айтқан, бас аман болса бөрік табылады деген, жаның аман болса телефон табылады депті. Тұрып қалып, сол жерде сөзге тоқтап, мәселе шешілген. Бұл барлық жерлерде қажетті синкретті өнердің түрі ғой. Ол енді адамның адамшылығын көрсететін, маманның мамандығын көрсететін. Сен қай саланың маманы бол? Бірақ сол саланы терең білу үшін сен соның терминдерін меңгеруің керек. Ал енді сөздік қорың көбею үшін сен міндетті түрде сол сөздік қорларды жинауың керек. Оны мәтіндерді оқу керек. Өте күрделі мәтіндерді оқу керек. Бұл туралы зерттеген орыстың үлкен бір ғалымдары бар. Адам күрделі мәтіндерді оқып, мына ми деген белгілі бір дәрежеге салмақ түскенде ғана осы жерлердің өзіне қажетті терминдерді ала алады екен. Бұрынғы заманда қарттармен, аталармен бірге жүріп көп тыңдау болған. Ал бүгінгі заманда әрі тыңдау бар, әрі оқу бар. Тыңдаудан оқу маңызды осы күнде. Бұл екі қасиет болу керек шешен болатын адамда. Сонан кейін үшінші, шешен адамның жады мықты болу керек. Сонан кейін шешен адамда, сонан кейін тағы бір қасиет суырып салма қабілет болу керек та. Ол ылғи өзгелердің, өзіне дейінгілердің сөзін ғана жаттап айта беру шешендіктің белгісі емес. Ол қажетті жерде цитата келтіріп, дәлел келтіріп, ұрып жібереді да, ал енді өзі төгіледі. Өзі тура жаңа ағыл тегіл кетеді. Сондықтан бұл да суырып салма қасиет. Ана бағанағы айтқан сіздер алғы айтыс ақындарындағы шешендік қасиеттің болатыны сол. Ал енді айтыс ақыны болмаса да, суырып салма қасиет болмаса, көркем сөзді түйдек-түйдегімен, жентек-жентегімен тастай алмайды. Сонан кейін шешен адамның 4 қасиетін айттым ғой. 5-ші жүрек болу керек. Сенде батылдық болмаса, бес дейді ғой. Мұқағалидың Қасымда суреттеген өлең жолы бар. Қасымның несі басым? Қасымның әммәсінен десі басым дейді. Десі жоқ адам бар ғой, никогда шешен бола алмайды. Қыздар толықтыра кетсеңдер. Ең алдымен сыни тұрғыдан адам ойлай білу керек.
алдыңа келген сұраққа көп сөз ұстайды, дөп сөз ұстады дейді ғой. Көп сөйлеп көпірмей, ең алдымен шешенше нақты жауап бере білу қажет деп ойлаймын. Аздаған жарнамадан соң жас шешендер сайысына куә болмақпыз. Еуразия бірінші арнасы қосылу болсын. Эфирде көреміз шоу, біз жалғастырамыз. Жалпы енді осы пәнге қатысқалы өмірлеріңде бір өзгерістер болды ма? Әлбетте, мен мысалға Абай атындағы қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын мектепке түспестен бұрын, мен шаршы топта сөз сөйлеген мүлдем бара алмайтынмын, қысылатынмын. Ал қазіргі күні өзімді сол кездегімен салыстырсам, әлде қайда айырмашылық бар. Емін-еркін сезінесің ғой қазір өзің. Әрине. Сондай-ақ осы шешендік өнерді оқыту арқылы менің бойымда көшбасшылық қасиет қалыптасты. Біз мыңдаған жылдардан бері сөйлейтін және тыңдайтын халық болдық. 19 ғасырға дейін, 20 ғасырдың басына дейін. 20 ғасырдың басынан бері қарай жазатын және соны оқитын халыққа айналдық. Ендігі әлем түсіретін және соны көретін халыққа айналып бара жатыр. Ал осының ішінде бұл соны түсіретін және көру барысында сенің миың соған қаншалықты қабылдай алады ана нәрсені, күрделі мәтіндерді ажыратуға. Сондықтан оқудан, ізденуден, ғылымнан ажыраған елдің келешегі болмайды. Рахмет аға. Ғылымнан ажырамайық. Мен енді бір сөз қосайын. Оқушыларыма айтам, шешендік мұраны, шешендік сөздерді 22 ғасырға жалғайтын ұрпақ осылар. Өйткені дастарханның басында, ақ дастарханның басында қазір осы ғибратты әңгімелерді айтады. Ата-анасын тәрбиелеп жатыр, ортасын тәрбиелеп жатыр. Бағана Баянғаным жақсы сұрақ қойды. Мен тапсырма беремін, жазғы демалыста міндетті түрде туған туысқандар жинап, телефон жинап қойып, осындай ғибратты әңгімені айтып талдайсыңдар дейді. Қазір алғашқы кезеңде кішкене ұялып, қысылып, қалай болар екен деп еді, қазір қалыпты жағдайға айналды. Ата-аналар маған келіп рахмет айтып жатыр. Біз осындай ғибратты әңгімені бірінші рет баламыздың аузынан естідік және талдап талқылап жатырмыз деді. Шешендік деген енді бәріңіз біліп отырса көпіртіп көп сөйлеу емес, қысқа нұсқа дөп сөйлеу және орнымен, уақытысымен, мезгілімен айту. Сондықтан да сөзбенен түйін түйетін қазақ, тілменен түйін түйетін. Өмірқұл мырза, айта кетсеңіз, сонымен Z ұрпаққа шешендік өнер керек пе? Қалай ойлайсыз? Енді жаңа айтып отыр ғой, маған мына кісінің ұстаным несі ұнады, әртүрлі ойлар болып жатыр ғой енді. Біздің енді музыка саласына келген кезде де біз домбыраға үйірмеге балалар жинап, мысалы үшін, оның барлығын домбырашы болып, барлығы күйші болады деген мақсатта ешкім үйретпейді, мысалы үшін. Ол болашақта баланың жүрегінің жылы болуы, әнді білуі, өзінің интеллектісінің жоғары болуы, музыкаға деген көзқарас қалыптасуы деген сияқты бүкіл баланың ол күйші болып, барлығы құрманғазы Дина болып кету міндет емес. Ол жерде тек қана балаға мағлұмат беру, оның ішінен өзі қызығып, ары қарай алып кететін балалар өзі айтады. Жаңа ағамыз айтқан сияқты, шешеннің қасында шешен жүрді, бұрын бата алды, жыраудың ізінде жырау жүрді, соны тыңдап өзінің несіне, санасына сіңіріп, сондай бір үлкен жетістіктерге жетті. Оның ішінде де ергеннен де қалғаны бар шығар, содан қалмағаны тарихи шешенге, жырауға, ақынға ұласты деген сияқты. Сол сияқты біз қазіргі балаларға да осындай шешендік сөздерді үйрету, ол өзінің оң бағасын береді деп ойлаймын. Бұл кісілер тек қана шешен болып кету міндет емес, ол өзінің өмірінде, ертеңгі басқа мамандыққа барса да, кез келген жерде өзінің ұстауы, өзінің сөйлеуі, өзінің білімінің қаншалықты деңгейде екенін көрсетіп отыруы, ең болмағанда тойға барып тос сөйлеген кезде де өзінің қаншалықты үлкен жерден шыққан, қай жерден шыққан, кіммен араласып отқан осы балаларға білінеді деп ойлаймын. Сондықтан барлығын қорыта келген кезде шешен болып несінен жаңағы жанынан шығармаша да балаға бұл үлкен азық деп ойлаймын. Халықтық үрдіске айналдыру үшін, қоғамға ендіру үшін осы шешендік өнерді не істеуіміз қажет? Мен ойымша қазіргі жастарға сен мөңке би шеше бөлтіріктің сөзін жалғастырушысың деп емес, шешендік өнер саған не үшін қажет? Сен көшбасшы болуың үшін, сенің IQ-ың жоғары болу үшін, мына бүкіл уақыттың тайм-менеджментіңді басқара алу үшін керек деп үйретіп барып, соны мысал етіп пайдаландыру керек. Өйткені қазіргі балалар прагматик қой. Мен не үшін ол ішпей маған қарақ қалып па дейді ғой енді. Мен не үшін жанымды қинауым керек оның сөзін жеткізу үшін. Ал енді ол саған керек деген уақытта ол осыны үйренеді. Қазір керек өте. Тіпті қазір балалардың тілі кеш шығып жатыр ғой. Шешемен бала сөйлесу үшін де бұл керек. Мен қысқаша айтсам, бұрынғының сауатсыздары, оқымағандар деп саналады.
бүгінгінің сауатсыздары оқымағандар емес, оқығанын істете алмайтындар. Яғни түсінбейтіндер, сезінбейтіндер бүгінгінің сауатсыздар. Ал бұл шешендік, шешен болып отырған бірінші жағы үшін де үлкен мектеп. Ал соны тыңдап отырған екінші жағы үшін, қоғам үшін де үлкен мектеп. Шешендікке мән беру, қазақтығымызды қалпына келтіру. Көп рахмет аға. Ал енді құрметті біздің қонақтарымыз, сіздерді құр қол жібермейміз, арнайы сыйымыз бар, соны студияға алдыртсақ. Бұл біздің Байджи классик қалталы қара түйіршіктелген шайы, еш қоспасы және боямасыз жасалған, сондықтан әрбір осында отырған қонағымызға осындай бір сый сияпатымыз бар. Тарту етейік. Сіз шешендікті пайдаланып тұрсыз әлі шашыр. Мінекей, көрдіңіз бе? Әңгіме айтатын болдық. Ал бүгінгі бағдарламамызды Өмірқұл Айниязовтың әсем бір әнімен аяқтасақ, ендеше өзіңізді ортаға шақырамыз. Сіздермен болған Меруерт Бауыржанқызы, бауырымыз бүтін, жанымыз аман болсын. Жанған оттайда қалаймын, не қылған менде де күнімді болдыраған таудаймын. Ек атысқан жау болса, арасында мен панамын. Мен ақ бауыр ел жорға, әдемі басқанда аяғын. Қарасаң көзіңде жеткісіз, жылмайып жатқан даламын. Жорытқан атқа жеткісіз, ұзын бауыр саламын. Жоғарыдан аққан жайықтың теңізге құйған аяғын. Күн шығыстың ай жермен олайланып ағамын. Söylesem sözde tabamın, köpçülük söyle degenden kıdırmeymin ay jel sözge. Keude degin bilgende aldыңа tөгіп salamın. Қаумалап қалғымай келгесін, селдетпе топан ай жел сөздің. Ай көрінбейін ай бекер жек, меніңе айтқан ай сөздерім. Таңдайыңа бой татымас, қабылда менен ай нұрымнан. Дәліккен жұртым ай шекер жеп, мен